құрбандық шалу тек қана жағдайы бар адамдар үшін деп қабылдап қалады екен көп адамдар. Мысалға, бір адам айлық алып бала шағасын асырап отырған болса, мүмкін болса, бір ешкі болса да алып құрбандық шалып жерсе болады. Өйткені мынандай бір оқиға өтті. Бір жігіт тек қана бар айлығымен бала шағасын ғана асырауына ғана, тамағына ғана жетіп отқан бір жігітке бір ұстаз тұрып айтады: құрбандық шалуға қалайсыз дейді. Мен жағдайым жоқ қой құрбандық шалуға дейді. Сөйтсе деді: ешкі болса да Алланың разылығы үшін құрбандық шалсаңыз, келесі жылы өзіңіздің қораңыздан таңдап жүріп қойлардан қой шалатын боласыз деп қалады. Сонда анау ұстаздардың бір ауыз сөзіне сеніп, Алланың разылығы үшін деп, сол кезде 8,5 мың теңгеге бір ешкі алып құрбандық шалдым дейді. Сол уақытта сондай баға екен де ешкінің бағасы. Шалдым дейді. Құдайдың құдіреті, сөйтіп өзім бала шағама онша жағдайын жасай алмай жүрсем де, сол шалған ешкінің етін медреседегі оқып жатқан, Құран жаттап жатқан балалар тастап кетпейді. Бірақ маған бір кішкентай бөлігін берші, осы еттен бала шағамда ауыз тисін деп айтып едім. Сөйтіп сол жерде құрбандық шалынып, кішкентай бір етін берді дейді, бала шағам ауыз тигізім дейді. Ал келесі жылы Алла Тағаланың қалауымен өзімнің үйімнің қорасындағы 7-8 қойдың ішінен ең семізін алып құрбандық шалдым дейді. Ал сол бірінші ешкі салған жылы қорамда еш нәрсе де жоқ еді дейді.